дыбысталуы ұқсас әріптерді ажыратуды үйренеміз. Алғашқы ұқсас әріптеріміз Т, және Д. Т, тіл ұшының үстіңгі күрек тістердің орта тұсына тиюі арқылы жіңішке дыбыспен дыбысталады. Ал Д. тіл ұшы үстіңгі күрек тістердің түбіне тиіп, жіңішке дыбыспен дыбысталады. Енді екі әріптің дыбысталуын салыстырыңыз. Т, Д. Т, Д. Келесі ұқсас әріптер Ф, және С. Ф, тіл ұшының сыртқа қарай әрі сүйірленіп шығып, сол тіл үстіңгі және астыңғы күрек түстердің ортасына қысылып, жіңішке дыбыспен сақауша дыбысталады. Ал С. тіл ұшының астыңғы күрек тістердің ортаңғы тұсына тию арқылы жіңішке дыбыспен дыбысталады және ысқырық дыбыс шығады. Енді осы екі әріптің дыбысталуын салыстырыңыз. Ф, С. Ф, С. Келесі ұқсас әріптер Х, және Х. Х, тамақтың ортасынан тамақтың қысылуы арқылы қырылдамастан жұмсақ дыбысталса, ал Х. тамақтың ең төменгі бөлігінен іштегі демнің еш кедергісіз еркін жіңішке дыбыспен шығады. Екі әріпті салыстырыңыз. Х, Х. Х, Х. Келесі ұқсас әріптер Х, және Ғ. екеуінің шығатын жері бір және жуан әріптер тобынан. Дегенмен, Х, тамақтың жоғарғы бөлігінен қатқыл жуан дыбыспен қырылдап шығады. Ал Ғ. тамақтың жоғарғы бөлігінен Х, әріпіне қарағанда жұмсақтау дыбыспен қырылдап шығады. Екі әріптің дыбыстауын салыстырыңыз. Х, Ғ. Х, Ғ. Келесі ұқсас әріптер Д, және Д. Д, жіңішке болса, Д. жуан әріптер тобынан. Д. Тілдің бір жаны немесе екі жаны үстіңгі азу тістерге тиіп, жуан дыбысталады. Екеуін салыстырыңыз. Д, Д. Д, Д. Келесі ұқсас әріптер В, және Ф. екеуі де сақауша дыбысталады. Ф, Әріпін жоғарыда айттық. Енді В, тіл ұшының сыртқа қарай сүйірленіп шығып, үстіңгі және астыңғы күрек тістердің ортасына қысылып, жіңішке дыбыспен сақауша дыбысталады. Енді осы екі әріпті салыстырыңыз. В, Ф. В, Ф. Келесі ұқсас әріптер В, және З. В, басында айтылып кетті. Енді З. тіл ұшының астыңғы күрек тістердің ортаңғы тұсына тию арқылы жіңішке дыбыспен шығады. Енді осы екі әріпті салыстырыңыз. В, З. В, З. Келесі ұқсас әріптер В, және В. В, жіңішке болса, ал В. жуан әріптер тобынан. В. Тіл ұшының жалпағынан сыртқа қарай сәл шығып, үстіңгі және астыңғы күрек тістердің ортасына қысылып, жуан дыбыспен сақауша дыбысталады. Әріптерді салыстырыңыз. В, В.
the, lo, Келесі ұқсас әріптер se, және so, se, жіңішке болса, ал so, жуан әріптер тобынан so, тіл ұшының астыңғы күрек тістердің түбіне тию арқылы жуан әрі қатты ысылдаған дыбыспен шығады. Екі әріпті салыстырыңыз. se, so, se, so, Келесі ұқсас әріптер to, және te, te, әріпі жіңішке, ал to, жуан әріптер тобынан to, тіл ұшының үстіңгі күрек тістердің түбі мен еттеріне тиюі арқылы жуан дыбыспен шығады. Екі әріп салыстырыңыз. to, te, to, te, Келесі ұқсас әріптер a, және he, екеуінің шығатын жері бір. he, Басында айтылып кетті. Енді a, тамақтың ортасынан тамақтың қысылуы арқылы қырылдамастан жұмсақ шығады. Екі әріп салыстырыңыз. a, he, a, he, Келесі ұқсас әріптер және a, тамақтың ең төменгі бөлігінен іштегі демнің еш кедергісіз еркін жіңішке дыбыспен шығады. Ал a, әрпі айтылды. Екеуін салыстырыңыз. a, a, Келесі ұқсас әріптер және he, айтылған әріптер. Екеуін салыстырыңыз. he, he, Келесі ұқсас әріптер ko, және ke, ko, жуан әріптер тобынан тілдің ең түпкі бөлігінің тілшіге тию арқылы қатқыл жуан дыбыспен шығады. Ал ke, тілдің жоғарғы жағы таңдайға тию арқылы шығады. Екі әріп салыстырыңыз. ko, ke, ko, ke, Келесі ұқсас әріптер fe, және fe, үстіңгі күрек тістердің ұшының астыңғы ерінің сәл ішіне таман тию арқылы жіңішке дыбыспен шығады. Ал fe, әріп айтылды. Енді осы әріптерді салыстырыңыз. fe, 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 Өздеріңіз байқағандай, араб алфавитінде 7 жуан әріп бар екен. Және тағы бір әріп бар. Екі жағдайда да оқылады. Ол ра әрпі. Ра әрпі фатқа не дәммә әрекетімен келсе жуан, ал кәсірамен келсе жіңішке дыбысталады. Сондай-ақ ра әрпі сукунды болып, алдыңғы әріп фатқа не дәммәмен келсе жуан, кәсірамен келсе жіңішке дыбысталады.